Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен қысқа арналған қиярдан салат жабатын боламын. Салатқа керекті ингредиенттерін астындағы описание бөлімінде қалдыратын боламын. Алдын ала барлық заттарды тазалап жуып алдым. Міне болгар бұрышын тазалап жуып алдым. Көбіне қызыл болгар бұрышын алғандарыңыз дұрыс болады. Менде қызыл болгар бұрышы өте үлкен болды. 4 бөлікке бөлдім. Осы видеодағыдай ұзыншақ қылып турап алдым. Мені көріп отырсыздар, осындай қылып турап аласыздар. Енді қиярымды өте балғын қияр алғандарыңыз дұрыс болады. Қатты үлкен емес. Осылай 2 бөлікке бөлемін. Дәнектері қатты өсіп кетпеген болу керек. Бұл салатқа өте балғын қияр алыңыздар. 2-ге бөліп алғаннан кейін менде осындай ирек турағыш бар. Сол турағышпен осылай турап алдым. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай осылай турап аласыздар. Міне барлық қиярларымды турап алдым. Болгар бұрышын турап алдым ұзыншақ қылып. Сарымсағымды да қолмен турадым. Ашты бұрыштың біреуін алдым. Өздеріңіздің қалауларыңызша, 2 аштыны жақсы көретін болсаңыздар, 2 шағын ашты бұрыш қоссаңыздар болады. Барлық ингредиенттерін турап дайындап алдым. Мен қызанақты алдын ала жуып тазалап, мясорубкадан өткізіп алдым. Енді алдын ала мясорубкадан өткізген қызанағымның соғын кастрөлге құйып қайнаттым. 10 минут қайнатасыздар. 10 минут қайнаған соң болгар бұрышымды салдым. Болгар бұрышын салып, жақсылап араластырып алдым. Болгар бұрышын салған соң оттың астын көтеріп қайнағанын күтемін. Қайнап шыққан кезде болгар бұрышын жақсы қайнаған кезде бастап сағаттарыңызды белгілеңіздер. Болгар бұрышын 10 минут қайнатасыздар. 10 минут қайнаған соң тұзын саламыз. Мен 3 ас қасық салдым және 150 грамм құмшекер салдым. Болгар бұрышы 10 минут қайнаған соң басқа заттарды саламыз.
Енді туралған қиярымды саламын. Бұл жерде 2 килограмм. Қиярды салып, жақсылап араластырамын. Қиярым толық томат согына батып тұру керек. Міне осылай қиярларыңызды араластырасыздар. Оттың астын көтеремін. Енді қиярдың үстіне 200 грамм шитмай құямын. Тағы да жақсылап араластырам. Міне осылай видеодағыдай жасаңыздар, қиярларыңызды соққа батырып қойыңыздар. Енді қара горошек бұрышымды салдым. Енді қиярымыздың жақсы қиярды салғаннан кейін жақсы қайнағанын күтеміз. Ашты бұрышымды салдым. Тағы да араластырамын. Sarımsağımды салам. Sarımsaқты салып, тағы да жаймен араластырып қоям. минут қайнатамыз. Қиярды салған соң 10 минут қайнатам. Ас көбімді саламын. Қиярым даяр болып қалған кезде ас көкті салам. Тағы да араластырамын. Мені көріп тұрғандарыңыздай қиярымның түсі өзгерді. Sarımsağымды салғаннан кейін тағы да бір 5-10 минут қайнатам. Sarımsaq укропты салған соң дәмін көремін. Егер де тұзы кем болып жатса, өздеріңіздің қалауларыңызша саласыздар.
Маған тұзы кем болды. 1 ас қасық тағы да тұз салдым, және 2 ас қасық 9% уксус құйдым. Жақсылап араластырып, 1-2 минутқа бет қақпағын жауып қоямын. Міне менің салаттарым дайын болды. Алдын ала стерилденген банкіге салатымды құямын. Мен салатты 1 литрлік банкіге құйып жатырмын. Банкілеріңізді толтырып құйыңыздар. Қақпағын жауып, міне барлық банкілерімді жауып болдым. Менде 1 литрліктен 5 банкі шықты, және жарты литр. Сонымен барлығы 5,5 литр салат шықты. Осы рецепт бойынша 5,5 литр салат шығады. Жасап көріңіздер, міне түсі өте әдемі болып шықты. Дәмі де, түсі де өте керемет. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Егер менің видеом ұнаса, подписаться етіп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да видеолар болады.